Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен осындай сетка авоська тоқитын боламыз. Бұл сетка күнделікті ұстауға болады. Мен өзім магазинге барғанда ұстап жүрмін. Бір-екі келі затыңызды салсаңыз көтереді. Өте төзімді, мықты, жібек жіптен тоқылған. Менің каналымда осының жиналмалы түрі бар. Қарап көрсеңіздер болады. Мынаны да тоқылу оңай, ал ендеше тоқып бастайық. Бұл сетканы хлопок жіппен тоқсаңыздар да болады, мықты болады. Мен бүгін жібек жіппен тоқимын, осындай ақ түсінен алдым, және 2,5 крючокпен тоқимын. Ең алдымен петля жасап аламыз. Енді 9 воздушный петля тереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді соңғы петляға соединительный столбикпен біріктіреміз. Енді осы шеңбердің ішіне 20 столбик с накидом тоқуымыз керек. 2, 3, 4, 5. Мына жіпті арасына тоқып кетеміз. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Енді мына соңғы петляға соединительмен біріктіреміз. Бірінші қатарды тоқып болдық. Енді екінші қатарда арка жасаймыз. 10 воздушный петля тереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі петляға столбик без накидамен біріктіреміз. Осылай 20 арка жасауымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі петляға без накида столбикпен біріктіреміз. Осылай соңына дейін тоқып келіңіздер. Қазір соңғы жағын 20-шы арканы қалай тоқитынды көрсетемін. Мінекей мен 19 арка тоқып болдым. Мінекей санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Енді 20-шы арканы былай тоқимыз. Осы жерден 5 воздушный петля тереміз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді 3 накид жасаймыз. 1, 2, 3. Сосын мына бірінші арканың аяқ жағына, мына соңғы петлясына 3 накидті тоқимыз. 1, 2, 3. Соңғысын тоқимыз. Мінекей бізде 20 арка болып шықты. Енді әрі қарай келесі қатарда былай тоқимыз. Енді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушный петля тереміз да, мына арканың жоғар жағына столбик без накидамен біріктіреміз.
мінекей мына жерде мына маркермен белгілеп кеткен дұрыс. Келесі қосылған кезде шатасып кетпеу үшін. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі аркаға қосыламыз. Мінекей осылай аяғына дейін 20 арканы 20 арка тоқып шығыңыздар. Соңғы жағын қазір көрсетем сосын. Мінекей мен 19 арка тоқып шықтым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Енді 20-ны бұлай тоқып аяқтаймыз. 1, 2, 3, 4 воздушный петля. Енді 3 накид. 1, 2, 3. Енді мына маркермен белгілеген жерді маркерді алып тастаймыз. Мына жерге біріктіреміз. Біреу, екеу, міне 3 накидті тоқып, ең соңғысын мінекей. Келесі қатарлардың барлығы осылай аяқталады. Міне келесі қатар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне келесі аркаға столбик без накидімен біріктіреміз. Мына жерде тағы да белгілеп кетеміз. Мына жердегі воздушный петлялар теріп жатырмыз ғой. Бұл мына сетканың көздері ғой. Мына жерде мен майда қылып тоқыдым. Егер үлкен қылам десеңіздер, онда 10, 15 қылып терсеңіздер болады. Енді келесі қатарлардың барлығы осылай тоқылады. Өздеріңізге қанша биіктікте керек, соны тоқып шығыңыздар. Сосын мен өзім тоқып болғаннан кейін сол жерде кездесеміз. Мінекей мен жоғары қарай 19 қатар тоқып шықтым. Енді әрі қарай ручкасын тоқимыз. Ол үшін келесі қатарды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 арканың жоғары жағына біріктіреміз. Осындай аркадан 8 тоқуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Қазір санап жіберейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді 8-шін 1, 2, 3, 4, 3 накид жасаймыз. Жоғары жағына біріктіреміз арканың. 1, 2, 3. Мінекей бізде 8 арка болды. Енді айналдырамыз. Енді мына тұрған 1, 2, 3, 4. Төртеуіне мына жерден 3 арка жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Біреуін жасадық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Екіншіміз. Енді үшіншісін 1, 2, 3, 4.
3 накид жасаймыз. Жоғары жағына біріктіреміз. Тағы да бұрып аламыз. Енді мына үшеуден екеу жасаймыз. 2 арка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Біріктіреміз. Мынау аркамыз накидпен болады. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Енді тағы да айналдырып аламыз. Енді біреуін ғана жасаймыз арканың. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Мінекей. Енді осы жерден жіпті қиып тастаймыз. Жібек жіптен тоқысаңыздар, мына жерде міндетті түрде күйдіру керек, себебі сетінеп кетеді. Енді дәл осындайды, мына қалған 1, 2, 3, 4 тұр ғой арка. Мына осындай қылып тоқимыз. Енді мына бетін тоқимыз. Былай өзімізге бұрып аламыз. Мына жерден жіпті бекітіп аламыз. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 arka toxumuz gerek. Birini toxuduk. Buna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Екіншісі. Енді 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 накидпен біріктіреміз. Енді бұлай айналдырамыз. Енді 2 арка жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Біреуін жасадық. Енді 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 накид. Тағы да бұрып аламыз. Енді соңғы біреуін жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Мінекей, бізде мынандай болып шықты. Енді мына жерден былай ручкасын тоқимыз. Енді мен 40 воздушный петля теремін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 38, 39, 40. Енді мына жерге былай қосамыз. Мына жерде бір петляға осылай қостық. Енді әр петляға столбик без накида тоқып шықтым мен. Әр қайсысына.
мінекей осылай аяғына дейін столбик без накида тоқып келіңіздер. Мінекей мен соңғы жағына келдім. Мына жерден тағы да бір жерге 2 столбик без накида тоқып, енді мына бетінен де столбик без накида тоқып шығуым керек. Мінекей осылай аяғына дейін тоқып келіңіздер. Мінекей мен соңына дейін тоқып, мына жерде жіптердің бәрін арасына жасырып қойдым. Осылай болып шықты. Енді дәл осындай қарсы бетіне тоқып шығыңыздар. Ол үшін мына екі жағынан бір аркадан қалдырасыздар. Сосын бағанағыдай 8 арка тоқып аласыздар ғой. Мынарадан бастап, мына біреуін қалдырамыз. Мына жерден бастаймыз. 8 арка тоқып болғаннан кейін, сол 8-дің мына жерде мына 1, 2, 3, 4-еуін. 4-еуден 3 арка жасаймыз міне. Сосын 3-еудің үстінен тағы 2, сосын 1. Сосын ар жағы мынандай ручка болып шығады. Осылай тоқып шығыңыздар. Қазір мен де тоқып, соңынан көрсетсем. Мінекей мен сумкамды осылай аяқтадым. Осылай болып шықты. Мен бұл сетканы басқа түстерінен де тоқығам. Мінекей мынандай қылып тоқыдым. Әртүрлі түстерінен. Осымен видео сабағым осымен аяқталды. Ұнап жатса тоқып көріңіздер. Комментарий жаза кетіңіздер. Сіздерге көп рахмет айтам, менімен бірге болғандарыңыз үшін. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет.